Сәлем достар, сіздермен бүгін бар жоғы 10 минутта дайын болатын рогалики дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бір кружка жылы сүтіміздің үстіне 1 шай қасық тұз және 3 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз, барлығы ерігенше. Енді мискадағы ұнымызды жақсылап өткізіп, ортасын лопаткамен ашып аламыз. Және де үстіне 1 шай қасық дрожжды салып, жаңағы дайын болған сүтімізді құямыз. Бірінші лопаткамен жақсылап араластырып, артынан қолмен біріктіретін боламыз. Осыдан кейін бізде керемет жұмсақ тесто пайда болады. Оның үстіне сливочный маслоны жағамыз, жақсылап жұмсақ болуы үшін жақсылап аударамыз. Және пакетке салып, бірнеше минутқа күтеміз көтерілген кезде пакеттен аламыз. Осылай ұзынша етіп теңдей 4 бөлікке бөліп аласыздар да күлшелейсіздер. Және де көтерілгеннен кейін біраздан кейін үстіне тағы да сары май жағып шығасыздар. Көтерілгенде осылай мен сияқты қолмен ақырындап алып басып ұзартасыздар да. Екіншісінде тура солай қолдың көмегімен басып ұзартып, біріншісінің үстіне қоясыздар. Үшіншісінде дәл солай бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Кезек-кезегімен майды жағуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Міне барлығын үстісіне қойып болдық. Енді кезекте оқтаумен жақсылап біркелкі болу үшін басып аламыз. Басқаннан кейін бізде ұзынша үлкен тесто шығатын болады. Осын теңдей бөліп, мен секілді үшбұрыштай етіп кесіп аласыздар. Салмасыз да, салмамен де жасасаңыздар болады. Мен көбінесе сгущенка қосып жасадым. Алдымен жан-жағын өстіп басып аласыздар, содан кейін орайсыздар. Салмасы шығып кетпес үшін. Салмасыз да осылай орап жасай берсеңіздер болады. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін салмамен. Салмасын саласыздар да жан-жағын жақсылап басып орайсыздар. Мен көбінесе барлығын салмамен жасадым. Енді қайнап тұрған суымызға біраз қасық қантымызды салып араластырып, ерісін деп біраз қоямыз. Содан кейін барып рогаликиді саламыз. Ары кетсе 2-3 секундта біздің рогалики міне тестамыз көтерілді. Оны аламыз да духовкаға 10-15 минутқа 180 градусқа салып пісіреміз. Содан соң үстіне жақсылап сары майды жағамыз жылтырау үшін. Міне бізде жұмсақ рогалики дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.